қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа сұлтан кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Біз атақты баскесер кеме капитаны Сандыбатты іздеуге кірістік. Себебі тек сол ғана бізді толқынды теңізден алып өтіп, кәрімнің дертіне шипа табар еді. Алайда алаяқтардың қақпанына түсіп қалдық. Сенім артқан Сандыбатымыз бізді қырық қарақшыларға тастап, өзі тайып тұрды. Қош болыңдар! Сандыбат, бізге көмектескенің қайда? Иә, енді бізге жаңа капитан іздеу керек секілді. Мысықтың әлегі. Жұрттың бұлай тезірек қарағандар ұнамайды. Біз үшін ең қауіпсіз аймақ кемежайы бар қала. Соңымыздан аңдығандар болса да, бұл жерде бізге ешкім тиісе алмайды. Уайымдама. Енді кемеде болғанында жай барақат жүргеніңді көрер едім. Ой, Кәрім, ренжімеші енді. Шынымды айтсам, сенің бұл кейпіңе етім үйреніп кетті. Жә, олай деуші болма. Кеудемде жаным барда жағдайдың бұлай болуына жол бермеймін. Ана кемелерді көрдің бе? Солардың бірі Сандыбаттікі болуы мүмкін. Сандыбат? Жол беріңдер, кеме капитаны келді. Сандыбат, сені іздемеген жеріміз қалмады. Қош көрдік кішкентай ханшайым. Бұрын кездескен секілдіміз, солай ма? Алып апан, қырық қарақшы, орманға қаша жөнелген сәттер. Әрине, сендерді құтқарғам. Маған разы шығарсыңдар. Оны біз құтқарған сияқты еді. Иә, бірақ бізге тағы да көмегің керек. Менің көмегім бәріне керек, қарындас. Қалай деген мен де жігіттің сұлтан емеспін бе? Ол тағы қашып барады, соңынан кеттім. Демек, олар кемежайы бар қалада екен ғой. Күндердің күнінде жүздерін көрсететінін білгем. Алайда кеме басшысын дәл бұлай тез тауып алады деп ойламаппын. Қап. Теңізші Сандыбат де, ол көк теңіздің қожайыны. Оларды ұстайтын жан болса, ол тек Сандыбат. Ау, біздің қалауымыз ол емес. Солай ма? Әрине қажет емес, ақымақ. Капитан Сандыбат, өтінем, бізді апарып тастағаныңды қалаймыз. Бұл тек сенің ғана қолынан келеді. Ешкімнің қолынан келмейтін іс менің қолынан келеді. Біле білсең, кешке дейін 3 бірдей шұғыл шаруаны тындыруым керек. Сондықтан жолымды бөгемеңдер. Солай де, ендеше толқынды теңізден алып өте алатын басқа капитан іздегеніміз жөн болар. Толқынды теңіз дедің бе? Ол жерден тірі жан өте алмайды. Теңіз құдіреті бұған жол береді деп ойлама. Ал егер онда баратын жолды білетін болсақ ше, не дер едің? Алайда сені шытырманға толы саяхаттар қызықтырады деп ойламайым. Шытырман? Иә, бұрын соңды көрмеген саяхат болғалы тұр. Сен рас айтып тұрсың ба? Тағы да қайталап жіберші. Бұрын соңды көрмеген саяхат болады. Қане, менің кішкентай тыңшыларым, оның кемесінің айлақтан кетуіне жол бермеңдер. Барыңдар. Міне Сандыбат, бізді толқынды теңізден алып өтетін құрал осы. О, керемет. Мұндай ғажап бағдар берушіні тек аңыздарда кездеседі деп ойласам, бір қызығы мен жайлы да осылай ойлайтындар бар екен. Ешқандай да аңыз емес. Алайда, мұны тек сен секілді айбынды теңізшілер ғана қолданылады. Әрине, мұныңмен келіспесем болмас. Қане, бері әкелші.
Менің ақылшым кім екен? Әрине сен, Куш-Куш. Иә, сен не деген сүйкімді едің? Көзіне қарап айтасаң шақпақ. Достарым менің, алаң болмаңдар. Сендер әлемдегі ең мықты капитанды және керемет кемені таңдадыңдар. Менің кемем. Эй, өзің кемені таудың қылайгөз секелеріндей жүргізеді екенсің. Мүңкіген иісте сенікі ғой деймін. Ей, сөзіңді қайтарып ал. Бұны мен не демек ойың бар? Қарап ал! Біле білсең, таутекелер суда жүзу өнерінен бейхабар жануарлардың бірі. Бірақ сен... Сандыбат, сабаңа тіс. Сөйлемес бұрын ойланғаның шөл. Не дейсің? Қашқындар де. Ей, сендер іздеуде жүрекөнсіңдер ғой. Маған салсаң, сені қарақшылар секілді бір көзіңді байлап теңізге тастар едім. Ұлы мәртебелім, өкінішке орай патшалығымыздың мысығы өз-түссіз жоғалып кетті. Жоқ, менің Куш-Кушым. Іздеуді жалғастырыңдар. Барлық жерді қараңдар. Куш-Куш, қайдасың? Құп болады, сұлтан. Сұлтан? Қап. Кемежай қаласында бір ғана ереже бар. Яғни, өзгелерге зиян келтірмеу керек. Сенің кемең Юнан сұлтанның кемесін соққанда. Менің кемем соқты деймісің, бәрі керісінше болды. Кінәңді мойындағың келмей ме? Оған қоса сұлтанға ауыр сөздер айтып, жанын жаралапсың. Оны ешқашан кешірмеспін. Мені неге түсінгің келмейді? Бар мәселе оның ұсқынсыз кемесінің менің айдай сұлу кемемді соққанда болып тұр ғой. Осы сөзің үшін Юнан сұлтаннан кешірім алғанға дейін қаланың қап-қараңғы зынданына тасталасың. Олай болса, іске сәт, достым. Мұнда ұзақта қалмаспын. Жер бетінде атақты Сандыбатты қамай алатын зындан айналған жатыр. Бұл жерден қазір-ақ шығамын. Бәлі, бұл бір қызық әңгіме екен. Сонда алтын қаланың сұлтанын өлтірген. Біз емеспіз дейсіңдер ме? Иә, дәл солай. Ал Сандыбат бізді Бақбақ аралына апару керек. Ол жақтан кәрімді дертінен айықтырып, патша тағына қайта отырғыза аламыз. Бізді аралға тек Сандыбат қана апара алады. Кемежай қаласында солақай табыс жасағандарды ұнатпаймын. Мұндай қылмыскерлер жазаларын алу керек. Маған сенім артсаңыз болады, сұлтан. Себебі мен Харун Халидтің қызымын. Рас айтасың ба? Ол тамаша адам болатын. Сөзімнің рас екенін дәлелдесем деймін. Мен қалай болғанда да Кәрім сұлтанды бұрынғы қалпына келтіру үшін барымды салам. Әкең еліміз үшін жанын қиған ержүрек жан болатын. Сондықтан сені де құрметтеймін. Алайда әлгі алаяқ теңіз капитанын кешіреді деп ойласаң, қателесесің. Өтінем, сұлтан. Ол сіздің кім екеніңізді білмей қалды. Сандыбаттың көмегі біз үшін өте маңызды. Егер ол болмаса, біз ешқайда да... Жақсы, досыңды босатамын. Рас па? Иә, тек кешірім сұраса ғана. Барын салып кешірім сұрасын. Таутекетегені қажет емес. Міндет түрде жақсылап кешірім сұрайтын болады. Рахмет, сіз расымен де мейірімді сұлтан екенсіз. Ал кешірім сұрап болған соң маған мысығымды қайтару керек. Есімі Куш-Куш. Тірідей. Жарайды. Ал мысығыңыз қандай? Уәзірлерінің айтуынша мысығым келмеске кеткен. Солай ма? Ендеше оны табу қиынға соғуы мүмкін.
Иә, алайда Харун Халидтің қызы үшін ештеңе де қиын емес. Солай ма? Күн батарда шынылы қалаға аттанамын. Жолға шықпас бұрын қойған шартымды орындамасаңдар, досың қараңғы зынданда мәңгілікке қалады. Енді өлген мысықты қалай тірілтеміз? Мысық? Жер бетінде мені жегісі келмейтін мысық жоқ шығар. Иә. Халил, бізді тығырықтан сен ғана шығара аласың. Не? Рас па? Қалай? Кім? Өлген мысықты алмастыратын әппақ мысық тапсақ болғаны. Сен екенсің ғой, қарындас. Сұлтанның кешірімін жеткізу үшін келген шығарсың. Олай емес. Сандыбат, керісінше сенің кешірім сұрайтыныңды айтуға келдім. Кешірім бе? Мен бе? Өлсем де сұрамаспын. Кешірім сұрасаң, олар сені босатады. Ол менің кемемді қиратты. Бұл жерде кешірім сұрайтын жан болса, ол әлгі шартық қарын кәрі шал. Демек, осында мәңгіге қалайын дедің бе? Кешірім сұраймын. Бірақ теңізші Сандыбат ешкімнен кешірім сұрамайды. Келе ғой. Қайдасың? Қайдасың? Келе ғой. Қайдасың? Қайсы? Келе ғой. Қайда жүрсің? Қайдасың? Осы іздегенімізде жетер. Сұлтанның мысығына ұқсайтынын қанша іздесек те таппаймыз. Мысалы, анаған қара. Қайсы? Ана мысықты айтам. Сұлтанның мысығы. Тірі екен ғой. Бері кел. Күс. Абайла. Күс. Өзі ақылды мысық екен. Өтнем, қаша көрме. Тоқтасаңшы, тоқта. Сандыбат, кешірім сұрамаймын дейді. Мысықта жоқ. Алайда мысықтың тірі екеніне көз жеткіздік. Демек, үміт үзудің қажеті жоқ. Қайдан? Жағдай әлде қайда қиын. Иә, оның рас. Сандыбатты босатудың басқа жолы болуы керек. Қол аяғын байлап тастаған шынжырларды шеше алмаспыз. Иә, оған қоса күзетшілер де бар. Бір заманда құрылымын зерттеймін деп талай құлыптарды ашқан едім. Құлыптарды аша аласың ба? Иә, бірақ оны тек ермек ретінде жасағам. Қазір қартайдым. Негізі жақсылыға келмейтін шаруа екен. Кәрім, сен мысықты істей бер. Халил екеуміздің шаруамыз бар. Рас па? Қай жерге келіп едім? Иә, ол бейшараның өз құйрығын өзіне қару ретінде пайдаланып зәресін алдым. Бір қарасам, құйрығы басында тұр. Мән жайды білем дегенше, байғұс өзін өзі жеп қойыпты. Марқұмнан бар қалғаны әппақ тістері мен ұсқынсыз қалың қастары. Дәл осы сәтте ер жүрек батыр кейпінде кіріп келдім. Тіпті қауіпті жартастармен жүрдім. Қарауыл? Әй, қарауыл! Соңғы сапарым жайлы ертегімді әлі аяқтаған жоқпын. Біз келдік. Мұқият тыңда. Ол осында. Халил, Қарауыл! көмектесемін дегенің қайда? Ол кезде заңға қайшы әрекет жасайсың деп айтпағансың. Мұндай теріс қадамға бару қанымда жоқ. Қамауда кінәсіз адамның отырғанын ұмытпа. Бізді де қамамай тұрғанда тездеткенің дұрыс. Жарайды, дегенің болсын. Бұл соңғысы деген үміттемін. Сені танимын. Көк түсті алып құбыжық, сұлу қаншайым үшеуің үнемі бірге жүруші едіңдер ғой. Таптың ба? Жақсы, кешір. Әй, менің ерліктерім жайлы ертегіні... Мяу. Сәл
Сәлеметсің бе күш-күш? Қорықпа. Мен де сен секілді жүндес жануармын. Дәл солай. Мяу. Халил, не болып жатыр? Біттім. Сандыбатты босаттым. Бәрі жақсы, маған сен. Енді не істеуім керек? Есікті аш. Қазір. Халил, тездет. Қарауыл келе жатыр. Мына бәлеге қолым жетпей жатыр. Мінекей, қазір. Ашылсаңшы. Бұл жерді. Ашыл. Мінекей, аштым. Мені матап тастаған шынжырларың әлсіз екен, ауыстырсаңдаршы. Әйтпесе мен секілділер жарақат алып қалуы мүмкін. Сені ме? Бізде аз ғана уақыт қалды. Олар қарауылды күшейтіп тастады. Сәурешілік, ештеңе шықпайды. Мен қолынан келгеннің бәрін жасадым. Халил, бұлай тығылғаннан ештеңе де шықпайды. Қазіргі сәтте Халил орнында жоқ. Өтінемін, дыбыстық белгіден кейін аты жөніңізді қалдырыңыз. Сізге өзім хабарласам. Халил, біз сені кінәламаймыз. Кінәлі, бірақ көп емес. Өзі мысықты тауып әкелгендей сөйлейді ғой. Ақымақ. Ой, доғарыңдар, санасатын уақыт емес. Бастысы рухыңды түсірме. Рух! Сандыбат өткенде ғана ешкімнен кешірім сұрамаймын деген болатын. Таптым! Кәрім, Халил екеуің мысықты табыңдар. Уақытымыз шектеулі. Пақ-пақ, қош көрдік. Дер кезінде келдің. Қазынаға толы саяхатым жайлы ертегімнің 8-ші тарауының 9-шы бөліміне келген. Я, жарайсың. Сандыбат, сенің кешірім сұрағаның жөн. Ешқашан. Теңізші Сандыбат ешбір жаннан кешірім сұрамайды. Білем, бірақ мен адамнан кешірім сұра деген жоқпын. О, сонымен шыдамымды тауыспай тезірек айтшы. Жақсы, өзің ойлап көрші. Егер кемеге зақым келсе, немесе теңізге батып кетсе не болады? Опыңай, демек капитан теңіз рухын ашуландырды деген сөз. Дәл солай. Ал егер біреудің кемесі сенің кемеңді соққан болса, кім зардап шегеді? Менікі? О, жоқ, теңіз рухы. Сені ашуландыруға қалайша дәтім барды. Меніңше, саған кешірім сұрау керек сияқты. Қалай қарайсың? Қойшы Халил, кешірші енді. Сен ренжитінді ештеңе айтқан жоқпын ғой. Ең болмаса бірдеңе деші. Халил, шамнан шық, анау күш-күш қой, Юнанның мысығы. Мені қайтесің? Бәрібір қолынан ештеңе келмейді ғой. Не істесін де кінәлі болып шыға келем. Халил, өтінем, маған көмегің керек. Жібер мені. Дәмді тағамның кейпін тана. Сонда мен не істеуім керек? Өзіңді еркін ұста. Кіс. Бері кел. Сілекейім шымырып барад. Жарай. Шиқ. Сұлтан, сіз қойған талаптардың орындалғанын айту үшін келіп тұрмын. Тамаша. Себебі сендерге берілген уақыт бітті. Сүйкімді мысығымды таптыңдар ма? Білесіз бе, сүйікті мысығыңыз? Ол жолда келе жатыр. Ол тірі. Тірі? Әлі, мынауың тамаша жаңалық қой. Дегенімен, алдымен кешірім сұраудан бастағанымыз жөн сияқты. Оған да көндік. Алайда бір бұйымтайым бар. Сандыбат сізге тіл тигізіп, кемеңізді зақымдаған үшін өзім қатты жасқарып жүр. Сондықтан рұқсат болса, ол өз кемесінде тұрып, кешірім сұрасыншы, өтінем. Ол қызық екен. Қалауы болсын. Қане, Сандыбат, бастай бер. Сен
сені ашуландыратындай не істегенімді өзім де білмеймін. Солма кешірімі? Алайда өзімнің кінәлі екенімді мойындаймын. Мынау енді жөн екен. Иә, маған берген жазаңның жеңіл екенін білем. Мен қатаң жазаға лайықтымын. Иә, сөзінің жаны бар. Қане кыш-кыш, қазір мысығым жетейік деп қалдық. Ақиқатында сен құдіреттісің. Және алыпсың. Шошақ, мынау не деп тұр? Кешіріңіз. Ол кешірім сұраймын деп шабыттанып кетті, сұлтан. Көп уақытыңызды алмаймыз. Ендеше тездеткені жөн. Әйтпесе шыдамым таусылып барады. Үлгермейтін сияқтымыз. Және сенің жіберген әрбір дауылың құдіретке толы. Бос сандырақты доғарған е. Сен барып тұрған алаяқтың өзісің. Көш-көшім шоқ, демек мен кеттім. Жоқ, сіздің мысығыңыз келе жатыр. Аз ғана уақыт беріңізші. Қалел, мысықты ал. Мен бе? Сен оны дер кезінде бара аласың. Қолымнан келмейді. Көш-көшім шоқ, жауабым да шоқ. Қарауыл! Жоқ, өтінем. Тағы біраз уақыт беріңізші. Оны зынданға қамап тастаңдар. Шайқассыз ешқайда кете алмайсың. Мен тек сөзімді қайтып алдым. Сабыр. Тиспе! Ой! Тиспе деймін! Көш! Ох, көш! Әлемдегі ең сүйкімді мысық кім? Сен бісің, әрине сен. Менің алтын мысығым. Тұтқынды босатқанымыз дұрыс па? Иә, айтқаның болсын. Иә. Әй, босатыңдар. Жақсы болды ғой. Қалаған сәтте қашып кете алатынымды білдіңдер солай ма? Сен жақсы іс атқардың, достым. Жақсы ма? Мен ерлік жасадым. Сонымен не дейсің? Шытырманға толы саяхатқа дайынсың ба? Әрдайым. Байқаймын достарыңда шытырманға толы саяхаттан қорқпайтын секілді. Сонымен толқынды аралға не үшін кетіп барасыңдар? Білесің бе, ол өз алдына бір әңгіме. Саған қысқаша ғана айтайын. Осының бәрі алтын қаладан басталды. Ерте заманда нар тұлғалы ханзада болған еді. Сандыбаттың мұралар қоржынына тағы да бір ұлы саяхат енетін болды. Әрине, егер дүниязада мен оның зұлым уәзірлері кесірін тигізбесе ғана, олар арам пиғылды жоспар ұйымдастырған еді. Алайда, бұл оқиға келесі күннің еншісінде.